Жаратылыстың басталуы 49-шы тарау. Жақып ұлдарын шақыртып алып былай деді: бәрін келіңдер, мен сендерге келешекте не болатынын айтып берейін. Жақыптың ұлдары, жиналыңдар, әкелерің Израильге құлақ салыңдар. Рубен, сен тұңғышымсың, менің күшімсің, һәм күш-қуатымның алғашқы белгісісің. Сен құрметтеліп, билік жүргізуге лайықсың. Бірақ тасыған судай шектен тыс астың. Сен әкеңнің төсегін аттап арамдадың. Содан тұңғыштық жолыңнан айырылдың. Ағайынды жігіттер Шимон және Леуі, кісі өлтіргіш қарулар, семсерлері. Ақыл кеңестеріне ортақтығым жоқ. Қабылдаған шешімдеріне де қатысым жоқ. Олар ашуға беріліп, құртты адамның көзін, қызық үшін бұқаның кесті тілерсегін. Сол екеуінің жауыз ашу ызасын, қарғыс атсын һәм рахымсыз қаһарын. Сендерді Израильдің ішіне бытыратамын. Жақыптың халқының арасына таратамын. Яхуда, сені бауырларың мадақтайды. Қолың жауыңның желкесінен түспейді. Әкеңнің ұлдары саған бас еді. Яхуда, сен жас арыстанға ұқсайсың. Ұлым, аң аулап қайтып келе жатырсың. Ол еркек арыстан құсап қомданады. Күшігін қорғайтын ана арыстандай жатады. Оны мазалауға кімнің батылы барады? Қолынан патша таяғын еш тартып алмайды. Билік белгісі Яхуда әулетінде орнайды. Бейбітшілік әкелуші келеді ақырында, халықтар оған мойынсынып бағынады да. Яхуда есегін мықты жүзім бұтасына, қодығын байлап қояды жүзім сабағына. Ол өз шапанын жүзім шарабына, киімін жуатын болады жүзім шырнына. Көзінің түсі шараптан жылтырақ, тістері сүттен де аппақ болмақ. Забулон теңіздің жағалауындағы кеме тоқтайтын аймақта тұрады. Шекарасы Сидонға дейін созылады. Исашар мықты есектей болады. Екі қоржынның арасына орнығады. Ол демалуды қатты ұнатады. Өз жерінің ұнамды екенін байқап, иығын жүгартуға ыңғайлап, басыбайлы қызметшіге айналады. Дан Израильдің бір руы болады. Халқына төрелік айтады. Дан жол жиегіндегі жылан тәрізді. Жолда жатқан сұр жылан секілді. Ол атты өкшесінен шаққанда, соған мінген құлайды артқа. О жаратқан е, бар пәледен құтқаруыңды зарыға күтемін мен. Тонаушылар тобы шабуылдап қатты ығыстырады, бірақ ол барлық жауларында өкшелеп тықсырады. Ашир азық-түлікке дәйім бай болады. Ол патшаға лайықты дәмді тағам шығарады. Нафталим жедел жүрісті елік секілді. Ол сондай-ақ сүйкімді сөздердің иесі. Жүсіп мол жеміс беретін жүзім бұтасы. Ол бұлақ басында өсіп өніп тұрады. Сабақтары дуалдан асып шығады. Дұшпандары ызаландырып шабуыл жасады. Оқ атқан садақшылардай қастық жасады. Бірақ үнемі керулі оның садағы, керемет епті қарулы қолдары. Оны Жақып сыйынған құдіретті құдайы, Израильді қолдап жүретін бағушысы. Әрі жылжымас жартасы қорғайды. Иә, әкеңнің құдайы өзіңді қолдайды. Құдіретті шексіз құдай сені аспаннан бар жақсылықтармен жарылқасын әрқашан. Шыңырау бұлақтарын молынан ағыссын. Сәби мен төлді көп қып аққа тойғызсын. Лайым әкеңнің берген осы баталары, атам заманынан тұрған таулардан, көне қырлардан үміт еткен баталардан, әлде қайда асып түсе берсін. Бұл баталардың төбесіне Жүсіптің, бауырларының ішінен таңдаулының басына әрдайым қона берсін. Буньямин жыртқыш қасқырға ұқсайды. Таң ата аулаған аңын жалмайды. Кешкісінде олжасын бөлісіп тояды. Осылайша Жақып 12 ұлының бәріне сөзін арнады. Әрқайсысына өзіне сай келетін ерекше батасын беріп, болашақта олардан тарайтын Израильдің 12 руы туралы айтып берді. Содан кейін Жақып ұлдарына былай деп өсеттеді: мен жуырда ата-бабаларымның қасына аттанамын. Менің сүйегімді хеттік Ефронның егістігіндегі үңгірге апарып қойыңдар. Бұл үңгір Қанахан елінде, Мамренің қасындағы Махпела егістігінде орналасқан.
Оны марқұм атам Ыбырайым зират үшін жермен қоса Хетті Гефроннан сатып алған. Сол қабірге марқұм Ыбырайым мен әйелі Сара, Ысқақ пен әйелі Рабиға қойылды. Соған мен Лияның мәйітінде апарып қойдым. Жер танабы мен ондағы үңгір хеттіктерден сатып алынған меншігіміз. Жақып ұлдарына осы өсиет сөздерін айтып болысымен қайтадан төсегіне жайғасты. Содан ақырғы демін шығарып, ата-бабаларының қасына аттанды.